Қарағанды облыстық полиция департаментінде кейбір қылмыстармен күресетін жаңа бөлініс өз жұмысын бастады. Оның құрамына тәжірибелі тергеушілер, жедел уәкілдер және криминалистер кірді. Сондай-ақ кейбір кеңістігіндегі қылмыстармен күресуге жетекші IT компаниясының мамандары мен Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының қызметкерлері тартылып отыр. Киберпол арнайы бөлінісінің жұмысымен бүгін облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев танысты. У нас по раскрытию интернет-преступления это оперативники и следователь, кто работал по расследованию интернет-машин. Киберпол арнайы бөлінісі цифрлық лабораториямен жабдықталған. Бөліністегі мамандар гаджеттерді бақылау арқылы интернет алаяқтарының жасайтын бағдарламаларын да анықтауға мүмкіндігі бар. Қазіргі уақытта аталған бөліністің жеткен жетістіктері де жоқ емес. Өткен аптада Киберпол қызметкерлері мен алаяқтықпен айналысқан екі қылмыстық топ құрықталды. Жалпы облыстық полиция департаментінің өндірісінде бүгінгі күнге дейін алаяқтық дерегіне байланысты 400 қылмыстық іс бар. Қазіргі таңда осы біздің тергеушілер мен жедел уәкілдер қызметкерлері бірге жұмыс жасап, бірге осы интернет алаяқтарға тосқауыл қойылып жатыр. Басты жұмысы осы алаяқтарға тосқауыл қою үшін бізге біріншіден халыққа, біздің Қарағанды облысының тұрғындарына дұрыстап түсіндіру жұмысын жүргізу керек. Полиция қызметкерлері тарапынан алдын алу жұмыстарының жүргізіліп жатқанына қарамастан тұрғындарымыздың алаяқтардың құрығына түсіп жатқан тұстары да жиі кездеседі. Айта кету керек, соңғы 4 жыл ішінде интернет алаяқтарынан жәбірленушілерге келген шығын көлемі 3,5 миллиард теңгені құраған. Полиция бөлімдеріне тұрғындардан 5 мыңнан астам арыз түскен. Осыған орай өңір басшысы Ермағанбет Бөлекбаев тұрғындарды интернет алаяқтарынан сақ болуға шақырды. Біріншіден жаңағы телефонмен танымайтын адамдар соғатын болса, оларға немесе сіздермен сөйлесетін болса, олармен жаңағы өздеріңіздің персональный данларын бермеу. Банковский карточка дейміз, басқа да иін дейміз, басқа да нелерді соларды бермеуге біз соған шақырамыз. Әрине, мынау департамент қазір өзінің қызметкерлері осындай кибер отдел құрып жұмыстарын жасап жатыр. Дегенмен ол тез ашылмайтын жұмыс. Сондықтан бұл жерде көп шетел елдерден жаңағы қоңырау соғып осындай мошенничество жасап жатқан алаяқтар бар. Сондықтан осыдан сіздерге сақ болуға шақырамын.